Бүгін үй жағдайында бетті ағартатын маска жасаймыз. Ол беттегі дақтарды кетіреді, бетті ағартады, беттің майлығын кетіреді, жылтыратады, бетті тазартады. Қазір лимонды алып, оның суын шығарамыз. Осылайынша лимонның соғын аламыз. Осылайынша соғы алынды. Енді ішіндегі дәндерді алып тастаймыз. Енді бұның үстіне бал қосамыз. Балымыз табиғи бал болу керек. Екі ас қасық бал қосамыз. Осындай сұйықтықта дайын болды. Енді бұның үстіне ас қасық ұн саламыз. Оны да араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Түйіршіктері болмау керек. Бұл масканы жасар алдында бетті жақсылап жуып алып, кептіріп, жағу керек. Балды білесіздер, ол дәрумендерге бай. Бетті дәрумендермен байытады. Лимон майлы терінің клеткаларын ашып, нәрлендіреді. Жылтыратады, дақтарды кетіреді. Оны 20 минут ұстау керек. Ұн ол қатырады, бетті тартады, майда әжімдерді тартады, ағартады. Бұл масканы аптасына 2 рет жасау керек. Аптада нәтижесін көре аласыз. Масканы жуып тастаған соң крем жағу керек. Масканы шыны ыдысқа салып, оны холодильникте ұстау керек. Керек кезінде қолдана бересіз. Міне, бүгінгі маскамыз дайын болды. Егер де сіздерге ұнаған болса, өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Бүгін сіздермен беттің терең әжімдерін тартатын, 50 жастан асқан адамдарға көмектесетін маскамен бөлісемін. Оған 4 ас қасық жылы сүт керек. 4 асық жылы сүт алдық. Жылы сүтімізге 1 ас қасық желатин қосамыз. Енді екеуін араластырамыз. Жақсылап араластыру керек желатинді. Желатиннің еруі қиынырақ болғандықтан, оны жылы суға салып, еруге көмектесін. Енді үстіне крахмал қосамыз. Картофельный крахмал болса да болады, кукурузный крахмал қоссаңыз да болады. Мен бүгін картофельный крахмал қосамын. 1 ас қасық қосамыз бұдан да.
бәрін жылы суытқа салып қойдым, араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Сондай маска дайын болды. Енді бұның үстіне витамин D витаминді қосамыз. 4 тамшы. Қайтадан тағы араластырамыз. Бұл масканы үй жағдайында теріні жұмсартады, ағартады, жұқа ажымдерді тез тартылуға көмектеседі, нәрлендіреді, ісіктерді кетіреді, үгірей болса, оны да кетіреді. Бұның эффекті өте керемет. Бұл жасартады, қолдың терісіне де жағуға болады, мойынға да жағуға болады. Және де көздің айналасына жағуға болады. Ол әжімдерді тартылуға көмектеседі. Масканы жағар алдында бетті жақсылап жуып алу керек. Кейін бетті буға тұту керек. Кейін масканы жағамыз. Оны аптасына 2-3 рет, немесе арасы 2 күн болу керек. Сөйтіп жағып отырамыз. Барлық адамдарға қолдануға болады. Жылы күйінде жағу керек. Суық күйінде жағуға болмайды. Және де бұл қол жетімді. Міне 2 масканы де осындай шыны ыдысқа салып қойдық. Оны холодильникте ұстауымыз керек. Қалаған кезімізде жағамыз. Бір рет жаққаннан кейін үстіне тағы да оны құрғатып, тағы да жағу керек. Кейін жағып болғаннан кейін масканы 20 минут ұстап тұруымыз керек. 20 минуттан кейін масканы жылы сумен шуып тастаймыз. Маскадан кейін бетті құрғатқан соң оған витаминдерге бай крем жағуымыз керек. Бұл масканы бетке, қолға, мойынға да жағуға болады. Егер де біздің видеомыз сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып, подписация етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.